Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге балалардың өте жақсы көретін тамағының бірі, жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болып шығатын тефтелілердің рецептімен бөлісемін. Дәл осылай жасап қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да өте әдемі болып көрінеді. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін каналыма жазылып, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең бірінші тефтелидің сорпасын дайындап аламыз. Ол үшін пияз, картошка, сәбіз және қызыл тәтті бұрыш қолданатын болам. Өз қалауларыңызша басқа да заттарды қолдансаңыздар да болады. Пиязды майдалап турап алдым. Картошканы да кубик тәріздес турап алдым. Өз қалауларыңызша картошка, сәбізді де ерек пышақпен сәнді қылып турасаңыздар да болады. Өте әдемі болып көрінетін болады. Болгар бұрышының орнына қызанақ қолдансаңыздар да әдемі көрінетін болады. Осылайша барлығын турап аламыз. Осы кезде отымызға ыдысымызды қойып, май құйып қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымыз сарғайып, кішкене қызарғанша қуыратын боламыз. Сол кезде өте әдемі болып шығады. Оның үстіне картошкамызды, сәбізімізді және тәтті бұрышымызды салып жақсылап қуырамыз. Менде қызанақ жоқ, сол үшін мен орнына томат пастасын қостым. Осылай томатты қосып, жақсылап қуырып, үстіне салқын суымызды құямыз. Бетін жауып қайнағанын күтеміз. Ал енді тефтелилердің өзін дайындайтын боламыз. Ең алдымен пиязымызды майдалап турап аламыз. Өз қалауларыңызша блендермен езіп алсаңыздар да, үткішпен өткізіп алсаңыздар да болады. Осылай майдалап турап аламыз. Енді фаршымызды дайындаймыз. Бір ыдысымызға фаршымызды салып аламыз. Мен көзгөлем бойынша алдым. Осы фаршымыздың үстіне майдалап тураған пиязымызды және алдын ала жуып дайындалған күрішімізді салып, дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Тефтелилеріміз езілмей, бір-бірімен бірігіп шығу үшін осы кезде фаршымызды әбден ұрғылауымыз керек. Қолымызбен фаршты толығымен алып, осындай ыдысымызға ұрғылап аламыз. Сол кезде тефтелилер ешқандай езілмейтін болып шығады. Осы уақыттан кейін енді тефтелилерімізді дөңгелетіп, бір-бірімізге қолымызға қайта-қайта ұру арқылы осындай дөп-дөңгелек шариктерімізді жасайтын боламыз. Мінекей біздің тефтелилеріміз осындай әдемі болып шықты. Ал енді міне сорпамыз әдемі болып қайнап шықты. Осы дәміне қарай роллтың приправасын қосамын. Дәмі әдемі болып шығады. Өз қалауларыңызша басқасын да қоссаңыз болады. Кішкене лавр жапырағын қосып жіберін, дәміне қарай тұзын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай әдемі болып қайнап тұрған кезінде тефтелилерімізді салып жіберетін боламыз. Тефтелилеріміздің барлығын саламыз. Ең әуелі қатты отта кішкене қайнатып аламыз. 5 минутта қайнатып аламыз. Одан кейін отын төменге түсіріп, пәсейтіп, жай отта жарты сағат көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің тефтелилеріміз осындай болып тұр. Мінекей ешқайсысы езілмеген, дара-дара әдемі болып тұр. Тефтелилеріміз мінекей пісті. Енді дастарханға ұсына берсеңіздер де болады. Міне біздің әдемі балаларымызды сүйіп жейтін тефтелилер дайын. Ешқайсысы езілмей, дара-дара болып әдемі болып піскен. Өз қалауларыңызша көк шөптерімізді, яғни укроп, петрушкаларымызды қайнап тұрған кезде де қосып жіберсеңіз де болады. Ол кезде де өте әдемі дәм шығатын болады. Бізде балалар зеленді онша ұнатпайтын болғандықтан, мен өз қалауым бойынша өзіме ғана салып жейтін боламын. Осындай әдемі әсем десеңіздер де өте керемет кетеді. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Осы менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийге қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Сізге көп рахмет соңына дейін көргеніңізге.